Ассалаумағалейкум бауырлар. Қазіргі таңда елімізде жалпы біздің елімізге сатылымға шықпаған автокөліктерді тікелей Корея елінен немесе басқа да шетелдерден алып мініп жүрген ағаларымыз жетерлік. Сондықтан бүгінгі тақырыпта жалпы сол шетелден автокөліктерді қалай алып келуге болады және де қандай автокөліктер келіп жатыр, соның барлығын бүгін егжей-тегжей сіздермен сөйлесетін боламыз. Бізде бүгін қонақта Айқын ағамыз, жалпы осындай шетелден автокөлікті тасымалдаудың маманы. Айқын аға, ассалаумағалейкум, бізге қош келдіңіз. Айқын аға, бірінші сұрақтан бастайық. Қазір елімізге жалпы қай елдерден автокөліктер келіп жатыр? Қазір елімізге Кореядан келіп жатыр. Одан біз өзіміз транспортный компания болған соң Қытайдан Кореяға тасымалдап жатырмыз. Кореядан Өзбекстанға тасымалдап жатырмыз. Қазір елімізде тікелей кіріп жатқан елдер сол Кореядан ғой, автокөліктер. Жалпы аға, қазіргі таңда көліктер сол Корея елінен қанша уақытта келеді? Қазіргі таңда Корея елінен Алматыға мөлшермен 50 күнде келеді. Өйткені қазір контейнердің жетіспеушілік себебінен, одан Қытай темір жолының біраз өзіне белгілі бір проблемаларға байланысты ақырын болып жатыр. Енді тез келгенде бір айда жетеді. Ақырын болса 50 күнде жетеді. 30-50 күннің шамасы. Түсінікті. Жалпы аға, қазіргі таңда көлік елімізге келгенде қандай шығындар төленеді? Рассрочка дейміз, утилий сбор дейміз, оның бәрі неге байланысты? Елімізге келгеннен кейін көлікті ең алдымен оның сертификатын жасату керек көлікке. Сертификат жасап болғаннан кейін растаможка жасаймыз. Ол растаможка ол машиненің жылына байланысты, бағасына байланысты, сосын объемына байланысты болады. Қозғалыс көлеміне. Растаможка біткеннен кейін оның утил сборын төлейміз. Утил сбор ол машинаның объемына байланысты болады. Егер жеңіл көлік болса, ал егер енді шамамен алып қарасақ 3 литрлік көлікке 3 литр көлікке утил сбор 2 миллион 45 мың теңге мөлшерінде болады. Сосын утил сбор төлеп болғаннан кейін машинаны автосонға барып учетқа қою керек. Ол жерде сіз первичный регистрация төлейсіз. Алғашқы тіркеу. Алғашқы тіркеу, иә. Ол машинаның жылына байланысты. Мысалы, осы соңғы жылдағы машина болса 700 теңге болады, ал 2 жыл бұрын, мысалы 2019 жылғы машиналар болса, оны 150 мың теңге мөлшерінде. Түсінікті. Жалпы кәріс елінен тапсырыс беретін кезде ол автокөліктердің төлемі қалай болады? Қалай ақшасын төлейміз? Автокөліктің төлемін сіз осы алдыменен доллар сатып аласыз, банктен сатып алып болғаннан кейін банкке барып өзіңізге долларовый депозит ашасыз. Сол депозитке банк қызметкерлері сол долларды салып береді. Содан кейін депозитіңізден біздің Кореядағы компанияның шотына перевод жасап, солай жібереді. Солай аударамыз, иә? Бұл түсінікті болды. Жалпы мен өзіме мысалға көлік алатын болсам, ол көліктің жағдайы қалай тексеріледі? Сіз егер көлік алатын болсаңыз, негізі Кореяның өзінің осындай көлік сататын сайты бар, incar.com деген. Тағы да басқа сайттар бар. Бірақ көбінде осы incar-дан алады. Сол жерде өзіңіз қалаған машинаны таңдайсыз. Сол машинаның өзінің жағдайы сол жерде барлығы жазылып тұрған. Содан кейін, егер ұнатқан болсаңыз, соның сілтемесін біздің Кореядағы серіктестерімізге жіберіп бересіз. Серіктестеріміз соларға барып, сол машинаға барып, көліктің жағдайын өз көзімен көріп, шамамермен өлшеп, әбден көзіңіз жеткеннен кейін барып, содан кейін барып алуға болады, иә? Енді аға, жалпы қазіргі таңда елімізге көптеп автокөліктер келіп жатыр ғой. Сол көліктердің жалпы басым бөлігі қандай адамдар тапсырыс береді? Көбінде елден бұрын жаңа шыққан машиналарды тепкісі келетін кісілер заказ береді. Содан кейін осы алып сатумен айналысатын кісілер заказ береді. Алып сату демекші жалпы оның тиімділігі неде? Бізден арзан түседі ме ол жақтан келген автокөліктер? Біз
біздің Қазақстандағы машиналардан жаңағы арзан болады бағасы. Примерно қанша бағаға енді шамамен? Шамамен бір 1 миллион теңге мөлшерінде. Арзанырақ болады. Жақсы. Жалпы аға, қазіргі таңда жалпы тапсырыспен келетін көліктердің басым бөлігі қандай? Қандай көліктер келіп жатыр біздің елімізге? Қазір көбінде Toyota Camry заказ береді, сосын Kia K5, K7, содан кейін тағы отбасылық көліктер бар, ол жерде мысалы Kia Carnival деген сияқты. Жалпы Camry'ді ол жақтан жапондық жиынтығы келеді ғой, иә? Жапондық жиынтығы, иә. Өйткені жаңағы панорамасы бар, 8 ступкалы. жиынтығында біздікінен әлде қандай разница бар. Ал аға, бізге қонаққа келіп осындай сұхбат бергеніңіз үшін рахмет дейміз. Ал аға, жалпы рахмет сізге. Осындай кереметтей сұхбат болды. Достар, егер де осы видео сіздерге кішкентай ғана пайдасын тигізсе, чаттарға таратып лайк басып кетіңіздер. Шынымен де Корея елінен автокөлік алдырғыңыз келсе, астына нөмір қалдырам, сол нөмірге хабарласып, толық ақпаратты біле аласыздар. Сіздермен болған мен Жеңіс Нұрлыбай, Батыр авто, халық таңдауы. Рахмет.